Жаңыңызға қайырлы таң. Бүгін зебра пирогын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, екеуін 3-4 минут миксерлейміз. Миксерлеп болған соң шым тұзымызды, ванильді қантымызды саламыз. Сосын бір жұмыртқамызды жарып, миксерлейміз. Жұмыртқаны бір-бірден сала отырып миксерлеу керек. Жұмыртқамызды миксерлеп болған соң, ұнымызға содамызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Сосын ұнды 3 бөлікке бөле отырып, массамызға сала отырып миксерлейміз. Ұнымызды миксерлеп болған соң, айранымызды құйып, оны да миксерлейміз. Дайын болған массаны 2 бөлікке бөлеміз. Сосын бір бөлігіне какаоны салып, оны да миксерлеп жібереміз. Енді ыдысымызды алып, оған пергамент қағазын төсеп, сары маймен майлап аламыз да 2 тестамыздан кесектестіріп, бір ас қасықтан құйып отырамыз. Тестамызды құйып болған соң, зубочисткамен немесе басқа да затпен осындай өрнектер салып шығамыз. Өрнектерді салып шыққан соң, 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын, тез әрі оңай жасалады, жасап көріңіздер. Сосын айта кететін жағдай, барлық затымыз бөлме температурасында болу қажет. Дәмі өте керемет шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.